Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Міне матч басталды. Мирас 2 және Бейбарыс командалары арасындағы ойынды тамашалаймыз. Мирас 2 командасы 2 ойында B тобында жеңіспен аяқтады. Көрдік баршасын. Енді Бейбарыспен болатын ойында олар қандай нәтиже көрсетеді? Мирас 2 100%-лық нәтиже көрсетуге тырысады. Саржидеде команда. Демек команда құрамы Мирас 2-нің 8-ші нөмірде Мұхаммед Али Хабибуллаев, 12-ші Омар Мұрат, 20-ші нөмірде қақпашы Билалхан Жалаханов, 19-ші Тайыр Сатыбалдиев, 4-ші Али Абдуллаев, 77-ші нөмірде Қазір Бекнұрдың соққысы қақпаны кесіп өтпеді дейді. Автогол болатын еді. Бекнұрдың соққысы еді. Бейбарыс қарымта ойындастыруға тырысты. Матч тамашалауды жалғастырасыз. Біз жылдам құраммен таныстырып өтеміз. Мирас 2-нің әлбетте 77-ші нөмірде Алтайыр Жаңабаев, 15-ші нөмірде Алихан Әбдірахым, 9-ші Раян Қуатбек, 11-ші Ұлықбек Шадықұлов, 10-ші Ернұр Беркімбай және 5-ші Мұхаммеджан Қуатбек. Команданың бас бапкері Талғат Қуанышбаев. Осылайша енді Бейбарыс футболшылары Мирас 2-нің шабуылына тойтарыс беру керек. Әйтпесе Бекнұр да, Алтайыр да, сондай-ақ Медет гол соғып кетуі мүмкін. Мұхаммед Алиді естен шығармау керек. Пас. Бейбарыс ойыншылары допты қайтарды. Бұл жерде соққы болуы мүмкін. Қазір сол аяғына тиіп қалды. 77-ші нөмірдегі Алтайыр Жаңабаевтың, әйтпесе есеп ашылуы әбден мүмкін еді. Ертең плей-офф бәсекелері өтетін болады. Мирас 2 командасы қазір бірінші тайм өзінде Бейбарыспен матч тағдырын шешуге тырысып жатыр. Саржидеде команданың шабуылы еді. Мұхаммеджан Қуатбек 5-ші нөмірде қорғаушы ретінде ойнауда. Медет сондай-ақ оған көмек береді. Екінші таймда көрсек керек біз Омар Мұратты. Өте керемет қорғаушы. Алтайырдың пасы еді. Міне осы 77 және 10-ші нөмірдегі ойыншылар өте керемет ойын көрсетуде. Алтайыр және Ернұр шабуылда. Еккама Мансурды да Арсенал 2 командасында қиын жағдайға салған. Әлде пас болды. Міне Ернұрдан соққы. Қақпашы қайтарды. Бейбарыс қиыншылықпен қорғануда. Медет топ тоқтата алмады. Міне Ернұр өзі пас, өз шабуылға өтеді. Он қапталдап дайын тұр. Қане енді Алтайырдан соққы болды ғой. Алихан кешіресіз. Алихан. Бейбарыс. Алинұр ұстай алып қорықты, бұл жолы соққы. Ешқандай айып-добы белгіленбейтін еді. Алинұр жаңағыдан кейін қорқып қалған сияқты. Ұстап алғанда еркін соққы бағыттаған еді қарсылас. Соны есепке алды. Медет. Өзі соққы болуы мүмкін. Оң аяққа дұрыстады, қақпаға қарады, соққы бағыттаймын дегенше 45-ші нөмірдегі Бейбарыс командасының ойыншысы жетіп келген. Кешікті. Жылдам шешім шығару керек. Медеттен пас болады. Әлде Медетте доп. Ернұр. Алихан. Қаны Алтайырдан соққы бұрыштамады. Қазір Мирас 2 командасының шабуылы қауіпті көрініс алып жатыр. Тағы да бос қақпа, гол. Міне есеп ашылды.
1-0. Осылайша 10-ші нөмірдегі ойыншы Ернұр Беркінбай бәрібір қақпаны анық нысанаға ала білді. Осылайша бірінші таймның 6-ші минутында Бейбарыс командасының қақпашысы допты өзінің қақпасынан алып шығуға мәжбүр болды. Қарқынды жалғастыра шабуылды Мұхаммедалиден пас қақпашысы. Бұл жолы Алтайыр өзін көрсетуге әрекет жасап көрді. Медет B тобында 100%-лық нәтижемен келесі айналымға шығуға жақын Мирасек командасы. Турнирдің фавориті десек те болады ойынына қарап. Үшінші ойынын сіздермен бірге тамашалаудамыз. Бейбарыс футболшыларында Бейбарыс ойыншылары бір-бірлерін доп жеткізді. Жақсы шабуыл еді. Бұрыштама доп болады. Есептің ашылғанына куә болдық. Бейбарыс футболшыларында аут. Ернұрдың голы қазірше Мирасек командасын жеңіс сыйлауда. Қателік, бұл жерде сары қағаз болады, сөзсіз. Оныншы нөмірдегі Ернұрды тоқтатып қалды. Бейбарыс командасының ойыншысы. Айдова Медет топты ойын қосады. Соққы болуы мүмкін. Тікелей соққы бағыттайтын сөзсіз. Мына рұқсат берілді төреш тарапынан. Керемет тәуізді қақпаш топты қайтарды. Алтайыр гол соға алмады. Жаңабай. Медет. Бейбарыс футболшылары. Медет топты ойын қосады. Қаны жоқ. Мұхамеджан Қуатбек дайын тұру керек. Бейбарыс қақпашысы допты ойын қосады. Ұстауға болмайды. Мұхамеджан. Мұхаммедали. Аут. Он қапталдан Мұхаммедали әріптесіне допты жеткізуге тырысқан еді. Соққы бағыттай алмады. Жақсы Мұхаммедалидан қорғаушылар қайтарды. Бейбарыс футболшылары. Мұхаммедали әлде соққы қақпаның бағанасына тиіп кері қайтты. Бірінші таймның 10-ші минуты. Сызыққа қойып топты ойын қосу керек. Қаны Алтайыр. Мұхаммедали, Алтайыр қақпашысы үлгерді, ұстап алды. Жомар алаңға шықты. Міне Бейбарыс командасы соққы гол. Есеп өзгерді. Міне қазір 81-ші нөмірдегі ойыншы. Қазір қарымтасын қайтара білді Бейбарыс командасы. Мұрат Омар.
Muhammed Ali. Beybarыс komandasынан соққы Алинур. Топты қайтарды. Керемет тәрізді енді қарымтасын қайтарады. Muhammed Ali сол қапталға ауыстыра ма, үлгермеді. Жылдамдық барысында. Омар өте алмады. Медет. Beybarыс командасы. Әлі де Алинур үлгере ма? Гол! Есебі өзгерді. Енді 2-1. Мирас жеңіліп жатыр. Beybarыс командасы ойынды өзгерті алды. Футболшылар алмасақ, 5-ші нөмірдегі Мұхамеджан Қуатбек алаңға шықты. 19-ші нөмірде ойнаған Тайырдың орнына. Beybarыс командасы бірінші таймда керемет аяқтайтын сияқты, тағы бір гол, үшінші голға әрекет жасайды. Алинурды ұстап алды. Алтайырға келе ма? Бекнұрдан. Ернұр. Қаны пас керемет тәрізде. Қан енді Алихан. Қан осы Мирас 2 соққы пас берсе де болатын еді. Бұл жайды Алихан. Керемет мүмкіндік гол соғу бойынша. Beybarыс қорғанады. Жақсы, Мирас 2 соққы керемет гол міне. Есеп өзгерді. Қандай тәрізде қақпаның сана қалды. Гол авторы Мұхамеджан Қуатбек. Жоғарыдан келді қақпашы. Бұл гол 1988 жыл. Марко Ван Бастеннің Дасаевқа соққан голын еске салды. Жоғарыдан келді. Әлбетте, жас бүлдіршіндердің арасындағы голдар баршамызға қуаныш береді. Себебі олар осылай тәжірибелерін топтап, болашақта Қазақстан футболының болашағы бұлар. Омар допты қайтарды. Аут. 1,5 минут уақыт қалды. Beybarыс футболшылары 3-ші гол соғуға тырысады. Рұқсат берілді. Қаны. Осы сәтте жоқ, ойын ережесі бұзылған дейді. Қазір айып добынан есепті өзгертіп кетуі мүмкін. Beybarыс командасының футболшылары. Әмірхан соққы бағыттауы мүмкін. Рұқсат берілді. Beybarыстан соққы қақпаға сәл қалды қазір. Алинур допты ойын қосты. Мирас 2 командасы. Ернұр. Соңғы минуттар. 10 қапталға ауыстырды. Қаны енді осы жерден Алиханнан Ернұрдан соққы еді, қақпашы қайтарды. Алиханға қарсы ойын ережесі бұзылды негізі. Тағы да пас, әлі де шабуыл жалғасады. Beybarыс қорғанады. Аут. Осы сәтте бірінші тайм аяқталды. Үзіліс.